Арнаға қош келдіңіз. Бүгін атаңызға айналған колумбиялық әнші, әлемдік поп сахнасындағы ең табысты латино әйелдерінің бірі, биші, меценат Шакира жайлы айтатын боламыз. Шакираның Багам аралындағы жеке аралы, бір қатар зәулім сарайлары мен ұшақтары, балаларының әкесі Пикенің сатқындығы, әншінің үстінен тіркелген шағым, барлығын баяндайтын боламыз. Сізден қазақша каналымды қолдап, подписация бастырмасын басып, жазылып қарауыңызды сұранамын. Шакираның музыкасы ерекше стильмен сипатталады: поп-рок, латын және фольклордың қоспасы. Оның қойылымдары әрқашан шығыс билері мен есте қаларлық қойылымдардың тұтас шоулары болып табылады. Шакира Мебарак 1977 жылы 2 ақпанда Колумбияда Уильям Мебарак Шадид пен Нидия Рипплдың отбасында дүниеге келген. Әкесі ливандық, Нью-Йоркта дүниеге келген. Ол зергер және жазушы. Анасы Нидия Риппл Колумбияда дүниеге келген. Қызы дүниеге келгеннен кейін ол үй шаруасындағы әйел болды. Бірақ Шакира мансап құрған кезде анасы оның агенті әрі өкілі болды. Менің балалық шағым оңай болған жоқ, дейді ол. Әншінің әкесі банкротқа ұшыраған кезде ол үйіндегі барлық жиһаздарды, соның ішінде теледидар мен кондиционерді сатуға мәжбүр болған. Анам екеумізді Лос-Анджелестегі туыстарына жіберді. Біз қайтып келгенде мен шошып кеттім. Сол кезде мен өзіме ата-анама осы жағдайдан шығуға көмектесемін деп уәде бердім, деп еске алады әнші. Шакира бала кезінен іш билерін орындады. Мен жас кезімнен бастап өзімнің көркемдік өмірімді нақты елестететінмін. Мен қоғамдық тұлға болатынымды білетінмін. Бұл пайғамбарлық сияқты. Бірақ менде әлі де көптеген тілектер, көптеген қорқыныштар бар, деп мойындайды әнші. Мансабының басталуы 90 жылы әншінің 13 жасында байқаулардың бірінде оны продюсер байқады. Нәтижесінде әнші олармен келісімшартқа отырды. Бір жылдан кейін Шакираның алғашқы альбомы «Магия» шықты. Мансапты бастау үшін Шакира 90 жылдардың ортасында анасымен бірге Боготаға, содан кейін Майамиге көшті. Мен анамды Боготаға көшуге көндірдім. 95 жылы Шакира мектепті бітіріп Колумбия сериясында ойнады. Үшінші альбомымен жұмыс істей бастағаннан кейін Шакира музыкалық өндірістің қыр-сырын өзі анықтауға шешім қабылдады және жалаң аяқ альбомын шығарды. Бірнеше композициялары хит болды. Рекордтық 3 миллион данадан астам таралыммен сатылды. 2 жылдан кейін 4-ші альбомы шықты. Жазба бірнеше рет платинаға айналды. Ал альбомдағы композициялар Латын Америкасындағы Billboard диаграммаларында көш бастады. Шакира үздік Латын Америкасы альбомы номинациясында өзінің алғашқы Грэмми марапатын ұтып алды. Бұл жазба оған ақш-та танымалдылыққа келді. 2001 жылы Шакира имиджін өзгертті. Брюнеткадан аққұбаға айналды. Бұл стиль оның келесі 20 жылдағы қолтаңбасын анықтады. 23 жылы әнші Billboard жылдың алғашқы испандық әйелі болды. Сол жылы оның туған жері Баранкиллада Шакираның құрметіне ескерткіш ашылды. Шакира фильмдегі алғашқы рөлін 95 жылы колумбиялық Оазис телехикаясында сомдады. 2009 жылы Шакираны Дурнушка сериясында эпизод ойнауға шақырды. 97 жылы Шакира бүкіл Колумбиядағы кедей балаларға арналған арнайы мектептері бар қайырымдылық қорын құрды. Қайырымдылық бұл менің өмірімнің үлкен бөлігі. Музыка сияқты мүмкін ол музыкадан да маңызды. Өйткені мен 60 жаста болғанда және әнші ретінде ешкімді қызықтырмайтын болсам, мен әлі де мектептерге барып, балаларға көмектесіп, олардың бақытты болып өскенін көре аламын, деді Шакира. Оның айтуынша ол бұл балалардан өзін көреді, отбасының басынан өткен қиын сәттерін еске алады. 2003 жылы Шакира ЮНИСЕФ балалар қорының ең жас елшісі болды және көптеген жылдар бойы ұйымды қолдады. 2017 жылы дүниежүзілік экономикалық форумда әншіге гуманитарлық қызметі үшін марапат табысталды. Шакираның жеке өміріне келсек, 97 жылы әнші Пуэрто-Рико актері Освальд Риеспен қарым-қатынаста болды. Ғашықтар өздерінің қарым-қатынастарын жұртшылықтан жасырды. Бірақ бұқаралық ақпарат құралдарында роман туралы ақпарат тарады. 8 айдан кейін ерлі-зайыптылар айырылысып кетті. 2000 жылы Шакира Аргентинаның бұрынғы президентінің ұлы Фернандо де ла Руа Антониомен кездесті. Бір жылдан кейін қыз үйлену туралы ұсыныс алды. Бірақ бұл үйлену тойына жеткен жоқ. Аргентиналық журналистер оның күйеу жігіттің әкесі талап еткен неке шартындағы шарттарға қанағаттанбағанын жазды. Осыған қарамастан қарым-қатынас шамамен 10 жылға созылды. Ер адам айырылысқаны үшін кек сақтап әншіні сотқа беріп, әншінің мансабына қосқан үлесі үшін $100 миллион өтемақы талап етті.
Айырылысу себебі каталондық Барселонаның қорғаушысы Жерар Пикемен танысқандығы болды. Әнші мен футболшы алғаш рет әлем чемпионатының әнұранына арналған клиптің түсірілімінде кездесті. Роман тез басталды. Жұптар әлемдік желілерде жалпы фотосурет жариялап, ресми растау жасады. Дәл осы кезеңде Шакира Барселонаға көшті. Содан кейін олардың тұңғыш баласы дүниеге келді. Оған Милан Пике Мебарак есімі берілді. 2 жылдан кейін екінші мұрагер Саша дүниеге келді. 2010 жылы Шакира мен Пике құны шамамен $18 миллион тұратын жеке ұшақ сатып алды. Бортта 2 кереуеті бар жатын бөлме, қонақ бөлмесі және асхана бар. 2012 жылы Жерар Пикемен бірге әнші Барселона маңындағы Лабрегата зәулім үйін сатып алды. Бұл мүлік үшін ерлі-зайыптылар $4,5 миллион бөлді. 2015 жылы олар Барселонаның элиталық Педралбес ауданында Барсаның Кампо Хау стадионының жанындағы тағы бір үйдің иелері болды. Мәміле $5,5 миллион құрады. Виллада 7 жатын бөлме, 2 ас үй, спорт залы, дыбыс жазу студиясы бар. Алаңда сарқырама бассейні мен теннис корты орналасқан. Ерлі-зайыптылар Кипрден тағы да зәулім үй сатып алды. Ол Кап-Эсте курорттық аймағында орналасқан. Үйде 6 жатын бөлме, кинотеатр, спорт залы, джакузи, бассейн және шарап жертөлесі бар. 2020 жылдың жазында Шакираның ажырасатыны белгілі болды. Испандық басылымдар Пикенің басқа елмен кездесе бастағанын хабарлады. Ол 23 жастағы Клара Чия болып шықты. Онымен бірге футболшы кейінірек суретті жариялады. Ажырасқаннан кейін олар жылжымайтын мүліктерді сатылымға шығарды. Әнші Испания құрамасының бұрынғы ойыншысының көптеген сатқындықтарын қабылдай алмады. Футболшы жеке пәтерде тұрып, үйден кеткенін жазды. Бұл ретте спортшы әншіге шарттар қойды. Жыл сайын $400 мың және Испаниядан ақш-қа жылына 5 рейске ақы төлеу болды. Бірақ сот мұндай шарттарды мақұлдамады. 2023 жылы Шакира аргентиналық рэпер Визараппен бірлесе отырып, Жерар Пикемен қоштасуға арналған испан тіліндегі композициясын шығарды. Бір тәулік ішінде видео YouTube'тан 63 миллион қаралым жинады. Бұл Латын Америкасы әртістері арасында абсолютті рекорд болды. Ал жігіті әлі күнге дейін әншіні алдаған Клара Чия Мартинимен қарым-қатынаста. Шакира Луис Гамилтонмен бірге көпшілік ортада көріне бастады. Алайда жұптар ресми түрде қарым-қатынастарын жарияламады. Мұндай табыс оған әртүрлі елдерде жылжымайтын мүлікке ие болуға мүмкіндік берді. Сонымен поп-эстрада жұлдызы Майамиде $13 миллион тұратын тағы зәулім үй сатып алды. Содан кейін Шакира Багам аралдарының құрамына кіретін Бонскей аралын сатып алды. Оның ауданы 300 гектар, мәміленің бағасы $16 миллион құрады. Қазір эстрада жұлдызы балаларымен бірге Майамиде тұрады. Белсенді жұмыс істейді. 2023 жылы жаңа композицияның клипі шықты. Видеода әнші қызғылт шашты су перісінің күтпеген бейнесінде пайда болды. 2023 жылы Испания прокурорлары тағы да Шакираны салықтан алаяқтық жасады деп айыптады. Құқық қорғау органдары әншінің салық төлеуден жалтарғаны туралы шағым түсірді. Прокурорлар оған 8 жылдан астам бас бостандығынан айыруды талап етті. Бірақ 23 жылы Шакира билікпен келісім жасасты. Оның шеңберінде түрменің орнына оған €7 миллион астам айыппұл тағайындалды. Ол сондай-ақ 3 жылға бас бостандығынан айырылды, бірақ мерзім тағы да €432 мың төлеумен ауыстырылды. Колумбиялық әншіге қатысты ойларыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Құрметті көрермен, каналым ұнаса, алдағы уақытта да жіберіп алмау үшін подписация бастырмасын басып, лайк басып, қолдап отырыңыздар. Алда көптеген жұлдыздардың өмір жолдары баяндалатын болады.